Жұма хутбасының дұрыс оқылуы және де мағынасын қазір оқитын боламыз. Жалпы мынау өзі мәтінмен келетіндігі, егер сәл түсініксіз болса, келесі жолы өзіміз арнайы парақшаларға жасай отырып, әр сөзді көрінетіндей етіп жасап шығарамыз. Мынаның өзі оқуға болады, бірақ кейбір кісілерге қиын болуы мүмкін. Жұма хутбасы. Алхамдулиллах. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. Алхамдулиллах, Аллаға шүкірлер болсын. Бізді ислам, иман жолына, яғни сол тура жолға салған Аллаға шүкірлер болсын, мақтаулар болсын. Яғни сол хидаятқа бастаған иман нығметіне, ислам нығметін беріп. وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның, яғни оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сол кісінің үмметінен еткен Аллаға шүкірлері болсын. وَفَضَّلَ الْجُمُعَةَ على سائر الأيام. Және де жұма күнін басқа күндерден абзал еткен Аллаға мақтаулар болсын. كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكين وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ. Және енді жұма күнін сипаттайды. Ол қандай күн? Хабарларда келген, яғни пайғамбарымыздың хадистерінде келгендей, жұма күні ол не? Міскіндердің қажылығы және де басқа күндердің қарағанда сәйид, мырзасы болған жұма күн. Яғни осы жұма күнін абзал еткен Аллаға мақтаулары болсын. Нәшһәду әллә إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام. Жәннат мекеніне жеткізетін, яғни бейбітшілік, сол жәннатқа жеткізетін куәлікті мен берем дейді. Яғни сол куәлікті куәлік етемін, ол Алладан басқа ешқандай құдай жоқ. Ол жалғыз және де оның не? Серігі болмаған, жалғыз болған Аллахқа куәлік етемін, Аллахтың жалғыздығына. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ. Жаратылыстың мырзасы болған, Аллахтың елшісі болған және оның құлы болған Мұхаммед, яғни оның елшісі, Алланың елшісі екендігіне, құлы екендігіне, жаратылыстың мырзасы екендігіне куәлік етемін. Саллаллаху та'ала алейхи ва аля алихи ва асхабихил бараратил кирам. Және де Алла тағала оған және де оның отбасына, оның сондай ізгі сахабаларына салауаты болсын. Хусусам минхум аля аби бәкрин сиддиқ ва умар фаруқ ва Уthман зин нурайн ва алийин муртада аимма. Және ерекшелеп сол сахабалардың ішінен 4 халифа, Абу Бәкір Сиддиқ, Омар Фаруқ, және де 2 нұрдың иесі болған Осман радиаллаху анху, және де Али радиаллаху анхуге не болсын? Салауат болсын. Мына жерде егер тоқтайтын болсаңыздар Сиддиқ, егер тоқтамайтын болсаңыздар Сиддиқи, Фаруқи, Зин нурайни деген сияқты кәсірмен оқып кете бересіздер. Ридуануллахи та'ала алейхим әжмәин. Оларға Алла тағаланың, яғни барлығына
Алла тағаланың разылығы болсын. Әммә бә'д, яғни содан кейін, енді деп келесі бір сөзді бастайды. Әйюхәннәс усикум ибадаллах ва нафсия әуәләм битақуаллах. Содан кейін, немесе енді, әй адамдар, сендерге Аллаға шынайы құл болуға, шынайы құлшылық етуге сендерге өсиет етемін. Яғни соған нәрсеге шақырамын. Бірақ әуелі бірінші өзіме Алла тағаладан тақуалық сұраймын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Сондай қуылған шайтаннан Алладан пана сұраймын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Вазкур исма раббика ва табаттал илейхи табтила. Бұл жерде бүгін мына хутба жұмасында осы аят берілген болуы мүмкін, басқа жұмаларда әртүрлі аяттар өзгеріп отырады. Енді мына аят Музаммил сүресінің аяты болу керек, 8-ші аяты. Раббыңның атын үнемі жадыңда ұста, және күндіз түні аузыңнан тастамай, оны зікір ет, оған жан тәніңмен бет бұр деген мағынасы. Кейін бір хадис береді, ол хадис: Мәсәлул ләзи язкуру раббаху вәлләзи ла язкуру раббаху мәсәлул хайи вәл мәййити. Алланы еске алатын мен еске алмайтын адамның мысалы өлі мен тірі сияқты дейді. Баракаллаху лана ва лакум фил Қур'анил азим. Алла тағала бізге осы, яғни бізге және сендерге осы ұлы Құранмен берекет берсін. Ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким. Бізге және сендерге осы Алла тағаланың аяттары мен хикметке толы сол зікірлерін бізге пайдалы етсін. Иннаху хуал ғафурур рахим. Расында ол аса қамқор және кешірімді. Әл-Жауадул Каримул Алиюл Азимус Самиуд Дуа. Осындай аса жомарт және ұлы және дұғаларды естуші болған Раббымыз. Сосын отырыстан кейін келесі: Алхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейх. Аллаға хамдтар, мақтаулар болсын, оны мақтаймыз, одан көмек сұраймыз, оған иман келтіреміз және де оған тәуекел етеміз. Ва на'удhu биллахи мин шурури анфусина ва мин саййиати а'малина. Және де Аллахтан өзіміздің нәпсіміздің жамандықтарынан, яғни өзімізге зұлымдық қылып қоюдан, және де амалдарымыздағы қателіктерден пана сұраймыз. Яғни сондай жаман нәрсеге ұрынып қалмасқа біз пана сұраймыз. Ман яхдиллаху фала мудилля лах. Алла тағала кімді тура жолға бастаса, оны ешқандай адастырушы жоқ. Яғни Алла тағала біреуді тура жолға бастай ма, оны ешкім адастыра алмайды. Ва ман юдлил фала хадия лах. Ал кімде-кім оған берілген белгілерден кейін тәкаппарлық етіп, және немқұрайлы қарап, өзі Алла тағала тура жолға мүмкіндік бергеннен кейін сол тәкаппарлық етсе, Алла тағала оны адастырады. Ал адастырғаннан кейін ешқандай адам оны тура жолға бастай алмайды. Нашхаду алла илаха иллаллаху
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Алла Тағаладан басқа ешқандай құдай жоқ екендігіне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оның елшісі және құлы екендігіне куәлік етеміз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, оның отбасына, оның асхабтарының барлығына Алла Тағаланың салауаты болсын. Вархамна маахум, бізді олармен бірге мейірімге бөлесін. Вахшурна минхум, олармен бірге қиямет күні бізді бірге жинасын. Бирахматика я архамар рахимин, мейірімділердің мейірімді болған Раббым, сенің мейіріміңмен осыны сұраймын дейді. Пайдалы болсын.